Ең үздік шәкірттерімнің бірі Алтынгүл ханым арнайы осы сұхбат үшін Орал қаласынан келіп отыр. Дәл қазір өйстіп Алматының тұсында Шымбұлақтың төбесінде тұрады деп мен шыны керек мүлде ойлаған жоқпын. Сол август аяғынан бастап уже табысқа шыға бастадым. Нақты күніне $100, $200. Болашаққа деген сенім келді, уже армандарын көбейе бастайды. Ең үлкен тапқан табысыңыз бір күнде? $3000. Бір күнде $3000, $1,5 миллион. Иә. Тесламен Шамамен бір айлық табысыңыз қанша? $7-8 мың барады, бір айлық табыс. Күшті. Свободно, қалаған жеріңізде жүріп, сауда жасай аласыз. Тіпті сізде қазір, по-моему, долгосрокта акциялар тұр, иә? Көрсете аламыз ба? Өзінің портфеліндегі әртүрлі акциялар. Міне қараңыздаршы, просто білім керек, табандылық керек. Және ең бастысы әр адам өзінің басына жауапкершілікті өзі алу керек. Барлықтарыңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менде шәкіртіммен сұхбат. Ең үздік шәкірттерімнің бірі Алтынгүл ханым арнайы осы сұхбат үшін Орал қаласынан келіп отыр. Қазір Шымбұлақтамыз. Қалайсыз? Керемет. Жағдайыңыз қалай? Керемет. Шақырғаныңызға көп рахмет, Ана ханым сізге. Шымбұлақ ұнады ма? Ұнады. Бәрі көңілімнен шықты. Алтынгүл ханым, кішкене өзіңізді таныстыра өтсеңіз, жасыңыз нешеде? Немен айналысасыз дегендей? Менің есімім Алтынгүл Мұратовна, мен 4 баланың анасымын, Орал қаласынан болам. Өзім онлайн салада инфобизнес істеймін 3 жылдан бері. Трейдинг саласыма келгеніме 1 жыл болды. Сізден курс алғаннан кейін тұрақталып, табыс тауып бастадым. Сіз осы трейдинг саласына не себеппен келдіңіз? Енді болады ғой, әр адамның әртүрлі басында себеп болады. Мен мысалы товаркадан қатты шаршадым, пакет тасудан шаршадым. Сіз трейдинг туралы жалпы қайдан естідіңіз, не себеппен келдіңіз, кішкене сол туралы айтып берсеңіз? Мен трейдинг саласына 2024 жылы апрель айынан бастап қазір рекламаларға қызығып келдім. Инстаграмдағы, иә, рекламалар. Сосын бірнеше эксперттерге жаза бастадым. Бұл шын ба, реально ма ақша табу, ол қалай күніне $100 табу. Біз деген мысалы онлайн салада декретке сопровождение жасау арқылы 6 айда бір 50 мың аламыз. Бір күнде, бір сағатта $100 табыс, ол қалай нереально деген сияқты сенімсіздіктер көп болды, қызығушылық болды. Сондықтан қорықтыңыз ба? Әрине қорықтым. Алдам қалмайым ба, бұл казино емес па, еще сізге біршама рет жаздым ғой. Бұл шын ба, өтірік емес па, сіз демо ақшамен жасаватсыз ба, бұл қалай сонда деген көп сұрақтар қойдым. Мазасын алдым Дана ханымның. Апрельден бастап негізі Дана ханым Дубайға оқуға бардыңыз ғой, содан бастап сұрап бастадым. Бұл кісі әрине шын, өзімнің стратегиям бар дейді, арғай жауап бермейді, курс атқысы келмейді маған, мен күнде жаза берем. Содан шешім қабылдап, август айынан бастап алам, мен сізден алам дедім. Бұл кісі айтты, жоқ, сатпайым сізге, алмай ақ қойыңызшы деді. Жоқ, сонда да алам мен. Август айынан бастап сол алдым, сене бастадым, анализдер қарап, көп каналдарды қарай бастадым, іздене бастадым. Онлайнда адамдармен сөйлесіп шаршап кеттім, шын айтсам. Бәріне түсіндіру, отыру керек. Өзіңіздің жұмысыңызды айтып жатсыз ғой қазір? Онлайн саладан. Сіз, получается, немен айналысыңыз? Онлайн болғанда? Декретке сопровождение, арест шешу. Тікелей адамдармен жұмыс, адамдармен жұмыс, иә. Ол кезде шаршадыңыз ба? Иә, 40 адам, неше түрлі адам болады, енді жан жақты адам болғасын. 45 сұрақтары бітпейді, неге бұлай, неге олай деген сияқты. Сіз алаяқ емессіз ба, шын ба, бұл деген сияқты. Маған да ондай сұрақтар көп қойылады, сол сұрақтарды сізге де қойып бастадым. Бұл шын ба, қандай, Дана ханым. Содан кейін сол августте курс алып, нақты сол август айынан бастап кірістім ғой. Оған дейін қараңыз, ең бас жағына барайықшы. Трейдингті қызықтыңыз, инстаграмнан көріп бастадыңыз, курс алдыңыз. Бірінші курстарыңыз, бірінші менен емес, білем, басқа жақтан. Ең бірінші қиындығыңыз қандай болды? Не нәрсе сіз үшін қиын болды? ТВХ стратегия таба алмаймын. Қайдан кірем, қайдан шығам, қай жерде тапқанымды фиксировать етем деген. Соны таба алмадым. Алып кете алам ба деген қорқыныш болған жоқ па? Болды, әрине, қорқыныш. Алып кете алам ба, бұл менікі ма, менікі емес па? Қай кезде түсіндіңіз, что алып кете алатыныңызды қай кезде түсіндіңіз? Қолыңыздан келетінін. Ондай момент болды ма? Болды, сол август аяғынан бастап уже табысқа шыға бастадым. Нақты күніне $100, $200, содан кейін сенімдік пайда болды. Басында өте қорқыныш болды, сенімсіздік болды. Уайым болды, жоғалтып алсам не істеймін деген табысымды көбейткім келді. Сіз айттыңыз ғой, нақты өзіңіздің стратегияңыз қалыптаспай, сіз бұдан табыс таба алмайсыз деп.
сол твх таба алмай келдім ғой сізге. Твх-ны айтыңыз, маған твх-ны айтсаңыз болды деді. Сіз енді онлайнда жүргеннен кейін сізге бұл жерде в принципе ақша бар екендігі көзіңіз жетіп тұрды, бар екендігіне. Иә. Результаттар көре бастағаннан кейін жетіп тұрды. Оған дейін сенімсіздік қатты болды ғой. Өкініш сезімі болды ма? Неге бастадым, басым неге тықтым деген? Жоқ, маған интересно болды басында, вообще қызық болды. Дальше не болады, қызық болды да. Бірақ мен ана трейдинг вью іштерін вообще түсінбедім. Қалай қолданады, ананы басып қалсам бірдеме өзгеріп кете ма деген сияқты. Банағы бірнеше компанияларға анализ қалай жасау керек деген қорқыныш болды, өкініш болған жоқ. Өкініш болған жоқ па? Бірақ қорқыныш болды. Менен результат шыға ма, шықпай ма деген. Потому что көп адам айтып жүрді, қасымда қыздарым бәрі, онлайн салада қыздарым, подружкаларым бәрі. Қазір күндік айлық табысыңыз қанша? $500 мен $1000 аралығында. Күндік? Күндік. Кейбірінде таппай қалатын да кездер болады. Иә? Маркетке байланысты болады. Соңғы біздің диалогымызда сіз маған WhatsApp-та есімде жазғансыз, 2 аптада $5000 ақша таптым деп. Соңғы 2 аптадағы табысым сондай болды. Мен қуаныштымын деп аудио жіберген болатынсыз, иә? Ол ақшаны не істеп жатсыз? Ол ақшаны долгосрокқа салып көбейтіп жатырмын. Пока мен ешқандай ақша шығарып, өзіме керек заттар алып жатқан жоқпын. Тек долгосрокқа салып көбейтіп жатырмын. Өзімнің армандарыма жету үшін. Қазір портфеліңіз қанша мың доллар? $15000 жетті. Қаншадан бастадыңыз? Мен басында $2000 мен бастадым. Содан кейін соны $5000 қылдым. $5000 кейін тағы доливать еттім үстіне. Қазір $15000 жетті. $15000 мен сауда жасаватсыз? Жоқ. Барлығын қосқанда ма? Иә. $5000 мен сауда жасаймын тек. Күнделікті дей трейдерда $5000 ғана жасаймын. Трейдингті оқып, ар жерден бір тиіп оқып жүрген, бірақ нәтиже шығарамай жүрген адамдар бар ғой, қазір көп адам мен естимін, ақшасын жоғалтып алдым, бүйтіп алдым, сөйтіп алдым деген сияқты. Оларға қандай кеңес берер едіңіз? Іздену керек, іздене беру керек, тоқтамау керек, сенімділік керек өзінің результатқа шығатынына. Сосын табандылық керек. Ізденіс керек қой. Дұрыс білім әрине. Тоқтамау керек, ізденіс керек, дұрыс адамдардан оқу керек. Ақшаны аямау керек десеңші білімге. Ақшаны аямау керек, өзіне инвестиция, ол ең үлкен адамға өміріне жасалған қымбат білім ғой негізі. Курсқа сіз осы маған апрельде келдіңіз, е? Жоқ, августте келдім. Августте келдіңіз, е? Августта келген кезде мен есімде сіз қатты көзіме түсіп қалған едіңіз. Андай сұрағы көп адам болады ғой. И мен такая типа, нет, мне кажется, бұл кісімен істей алмаймын. Керек емес, жоқ деп. Потому что маған мысалы ұнайды да, когда андай адамдармен комфортно жұмыс жасаған. Мен өзім махаббатпен жұмыс жасайтын адаммын. И маған ұнайды сөйтіп жұмыс жасаған. А когда мен напрягать етіп тұрған кезде, мен адаммен желательно жұмыс жасағым келмейтін. Ол кезде шыны керек, мен вообще ойлаған жоқпын, что сізден осындай нәтиже шығады деп. И дәл қазір өйстіп Алматының тұсында Шымбұлақтың төбесінде тұрады деп, мен шыны керек мүлде ойлаған жоқпын. Енді сіз курс барысына келген кезде, мен есімде қатты минуста жүргенсіз. Ең үлкен минусыңыз қанша болды? Ең үлкен минусым, мен акциядан без алтыннан ғой жоғалтқаным. Акцияға мен сосын барып, сізден білім алғаннан кейін барып сауда жасап бастадым ғой. Алтынмен көп жоғалттым мен. Где-то $2-3 мың айналасында. Сондай таптым, дәл соны қайтадан бердім. Короче. Жоғалттыңыз. Жоғалттым, иә. Курс барысында не үйрендіңіз? Банағы мықты маңызды деңгейлерді табуды, вообще негізі жаңалықтарды ең бірінші оқып, маркетпен дұрыстап танысып алу керек. Содан кейін мықты анализ керек. Сауда жасар алдында. Сосын сіз айтқансыз, әрбір адамның өзінің стратегиясы, өзінің стилі болады деп. Қалыптасты ма сіздің стиліңіз? Қалыптасқандай болды қазір. Шүкір, мен сол долгосрокқа торговать еткен жақсы көремін, чем дей трейдерден көрі. Но дей трейдинг ол күнделікті $100, $200, $500 күнделікті шығынын сияқты, бірақ оны көбейтіп портфеліңді өсіретін сол долгосрок. Былай ғой, негізі акциялармен сауда жасау ол
ертеңгі күнге сенімділік береді. Мысалы, ақшаңызды сіз депозитте ұстасаңыз или наличка ұстасаңыз, ол ақша көбеймеуі мүмкін, немесе көбейсе де өте аз мөлшерде көбеюі мүмкін да. Ал мысалы, акцияның мысалында келтіретін болсақ, мына Алтынкүл ханым август айында Tesla компанияның акциясын алдым дедіңіз, иә. $220 алдым Tesla. $220 август айында сатып алған. Қазір Tesla компаниясының бір штук акциясының құны $480 дейін өсті, и ол ары қарай өседі. То есть көріп тұрсыздар ғой, ақшаңызды бірге бір және одан да жоғары өсірудің бірден бір жолы ол осы акцияларға инвестировать ету, акциялармен сауда жасау арқылы лично мен өзімде ертеңгі күні ақша бітіп қала ма деген қорқыныш кетті. Мен осы қалай трейдингке келдім, қалай акцияға инвестицияға келдім, маған уже ертеңгі күні ақша бітпейді, ақша көп деген понимание келді. Сізде ше? Әрине, болашаққа деген сенім келді, уже армандарын көбейе бастайды, бана балдарыңды жақсы қалаған оқу орнына оқыталасын деген сенім келе бастайды. Тоқтамау керек, білім ала беру керек. Білім ала беру керек, іздене беру керек. Мен сізден кейін де тағы курс алдым, Орал қаласынан офлайн уже. Мен осыған дейін енді онлайн 3-4 курс алдым. Қалай, арзан курстың бағасы соған сай білім береді. Қымбат курстың бағасы соған сай білім береді, қымбатырақ. Сол тұрақтылық деп ойлаймын мен бірінші. Ең үлкен тапқан табысыңыз бір күнде? $3,000. Бір күнде $3,000, $1,5 миллион. Тесламен бір айлық, шамамен бір айлық табысыңыз қанша? Бір айлық табыс бәрін қосқанда $7-8 мың барады, бір айлық табыс. Күшті. $7-8 мың қазір ол шамамен 4 миллионнан аса табыс, 4 миллионнан аса, шамалы 5 миллион кішкене жетпейді. Әрбір жанға осындай табыс тілеймін. Негізі трейдинг акция саласымен кез келген адам айналыса алады. Себебі ол сіздерге бір жерге байланып, бір адамға байланып қалатын жұмыс емес. Свободно, қалаған жеріңізде жүріп, сауда жасай аласыз. Тіпті сізде қазір, по-моему, долгосрокта акциялар тұр, көрсете аламыз ба? Мен телефон соқырдым ғой. Ладно. Жаңа жолда келе жатып маған көрсетті, өзінің портфеліндегі әртүрлі акциялар. Міне қараңыздар, 4 баланың анасы үйде отырған жан ғой, былайша айтқанда. Жұмысының бәрі онлайн, айлық табысы міне осындай. Бұл бізге, сіз бен біздерге көрсететін өте бір үлкен бір көрсеткіш деп ойлаймын. Әрбір жанның қолынан келеді. Просто білім керек, табандылық керек. Және ең бастысы, адам өзінің басына жауапкершілікті өзі алу керек. Сол кезде нақты нәтиже болады, нақты табыс болады, және үлкен ақша болады. Сізге көптен көп рахмет. Ең біріншіден Оралдан осы жерге келгеніңізге рахмет. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Сізге мол табыс, береке тілеймін. Армандарыңыз орындалсын. Ендігі келесі кездесуіміз Орал қаласында сіздің машинаңыздың алдында болсын. Амин. Көп рахмет, Ана, сізге. Сізден SMS хат алғанда ойладым, жыладым, бірінші түсінбей қалдым, қалай ол 300 адамның ортасынан сіз үздік шәкірт деп шақырып тұрсыз. Бірінші сенбедім, сосын сізге өзіңізге жаздым, одан шын ба? Қай күні келейін, қалай деп, сіз 22-сіне дейін келсеңіз жақсы болар еді. Жолдасымнан сұрандым, осылай айтсам, жолдасым айтады, неге шақырып жатыр, неге дейді. Мен айтам, вот осындай хороший результат, осылай түсіндіріп айтып жатырмын, сосын айтады, просто так шақырама, қалай шақырады? Сен ол қай уақытта курс алдың ол кісіде? Мен айтам, онлайн алдым, офлайн емес. Маған онлайннан көрі офлайн көбірек негізі результат жақсы береді. Бұлай бетпе-бет, жүзбе-жүз кездескеннен энергия алмасу арқылы табыс тоже көбейеді. Сіздерге айтарым, Алматы қаласынан болсаңыздар, Данадан офлайн келіп оқыңыздар. Бізде қазір офлайн жоқ қой. Неге? Офлайн алып тастадық қой. Мықты ғой офлайн. Онлайннан көрі маған шын айтсам офлайн көп нәтиже көрсетеді. Потому что шықып көрсетеді ма? қасында чувствуете етіп көрсетеді ғой, осылай. Ар жағынан зуммен все равно не так эффектно, не так энергия, короче. Солай. Рахмет сізге көп-көп. Сізге рахмет.